Құрметті тыңдаушылар, бүгін мен сіздерге қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ұлттық рухты асқақтаған тұлға қабдеш жұмаділовтің академиктің көз жасы атты шығармасын жан-жақты талдау жасап, өз ойымды ортаға салмақпын. Бұл шығарма қазақ зиялыларының тағдыры, ғылымның ауыр жолы, адамдық пен ар-намыстың құны туралы терең ойландыратын туынды деп есептеймін. Оқиға бір қарағанда қарапайым көрінгенімен, астарында үлкен трагедия жатады, үлкен қоғамдық мәселе көтеріледі. Ал енді бірінші сұраққа келе кетсек, шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Академиктің көз жасы атты шығарма 2015 жылы жазылған. Академиктің көз жасы шығармасы 20 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамында орын алған аса маңызды саяси әлеуметтік өзгерістерге арналған еді. Автор бұл еңбекке 1960-1990 жылдар аралығындағы күрделі тарихи кезеңді суреттейді. Бұл кезең одағының қыспағы күшейген, бірақ сонымен қатар ұлттық санның ояна бастаған тұсы еді. Шығарма негізінен мына оқиғаларды қамтиды. Ол біріншісін айта келсек, ол кеңестік дәуірдегі ұлттық интеллигенциясы тағдыры, қазақ ғылымы мен білімінің дамуы, ұлт үшін жанын салған ғалымдар, олардың көрген қысымы және идеологиялық бақылау. Академиктің өмірі арқылы осы басты кейіпкер Қаныш Сәтбаев. Жұмаділов сол кезеңде ғылым жолында жүрген адамдарды шынайы болмысын көрсетеді. Ал екінші кезеңде айта келсек, ол ұлт мәселесі, тіл мен жер тағдыры. Шығармада қазақ тілінің жағдайы, ұлттық мәдениет үшін күрес, жер мәселесі, ұлттық кадрлардың шектелуі сияқты өзекті тарихи мәселелерді көтереді. Бұл тәуелсіздікке дейінгі күрестің ішкі қақтығыстары еді. Қазақтар қалай бір-бірін сатқаны. Үшінші кезең ол кеңестік бюрократия және олардың идеологиясы. Автор сол кездегі партияны ғылымға, әдебиетке, ұлттық мәселеге үстірт етіп, кейде әділетсіз қараған әрекеттерін көрсетеді. Жазушы қоғамдағы әділетсіздік пен екіжүздікті терең ашады. Төртінші кезеңді айта келсек, ол ұлт намысын қорғаған қайраткерлердің ішкі драмасы. Қаныш Сәтбаев көз жасы, қалай, неге ол жылады деген өте көп сұрақтарды барлығын осы кітап барлығын ашады. Академиктің көз жасы жеке адамның сезімі ғана емес, ол тұтас бір дәуірдің ауыртпалығы мен қайғысы. Жазушы арқылы біз ұлт үшін шырылдаған ғалымдардың, шындық үшін күрескен зиялдардың, әділетсіздікке қарсы тұрған адамдардың трагедиясын көрсетеді. Тәуелсіздікке барар жолдағы тарихи процестерді қалдырмай айта кетеді. Шығармада қоғамдағы өзгерістер, жаңару үміті, ұлттық санын ояту, кеңістік жүйені күйреу белгілері бейнеленеді. Бұл Қазақстан тәуелсіздік қарсаңында рухани атмосфера сөздіретін кезең еді. Қысқаша айта келгенде, академиктің көз жасы кеңес дәуіріндегі қазақ ғылымының тарихы, ұлттық мәселелерді, интеллигенцияның тағдырын, әділетсіздіктің барлығын ашық көрсетеді. Ал енді екінші сұрақты талдай келсек, ол шығарманың негізгі идеясы және автор көтерген мәселелер. Қабдеш Жұмаділовтің академиктің көз жасы шығармасының өзегі ол ұлттық рух. Ұлтқа адалдық, шындық үшін күрес. Автор бұл туынды арқылы кеңестік кезеңдегі қазақ зиялыларының тағдырын, олардың ішкі жан әлемін, ұлттық мүдде үшін күрескен терең ашып көрсетеді. Шығарманың негізгі идеясын айта келсек, ол біріншіден ұлттық мүддені қорғау, ең биік адамдардың борышы. Шығармадағы академик бейнесі ұлт үшін жанын қиюға дайын, ғылым мен халық жолында қызмет еткен тұлғаның символы. Жазушының басты ойы ол ұлттық болашағы білімді, адал, әділетті тұлғалардың қолында екенін көрсету. Және де туындының аты академиктің көз жасы болуы да тегін емес. Бұл ғылым жолындағы адамдарды әділетсіздікте болуы, ауыртпалдықтан басып кешуі, ұлт үшін жылап күйзелуі деген үлкен идеяны жеткізеді. Ұлттық тіл, жер, тарих, халықтың жаны дегенде өте маңызды факторларды көтереді. Автор шығарманың ой бойындағы ұлттық тілдің жойылып кетуі қаупін, жер мәселесінің күрделігін,
мәдени құндылықтарын құнсыздануын көрсетеді. Бұл ұлттық тәуелсіздікке жол ашқан шындық пен күрестің көрінісі. Және де жазушы кеңес дәуіріндегі бюрократия, екіжүздікті, қазақтан бір-бірін сатуы, ғылыми ортадағы әділетсіздікті шынайы келбетін ашады. Сонда да автордың айтуы шындық мүлдем жоғалмайды, ол әрдайым өз ізін қалдырады дегендей. Автор көтерген негізгі мәселелер осымен таям. Ал енді үшінші сұрақты талдай келсек, автор көтерген негізгі мәселелер. Ол бірнеше мәселелерді қамтиды. Біріншіден, ол ұлттық интеллигенцияның тағдыры, ғалымдардың қуғындалуы, партия бақылауы, еркін ой айтуға қорқуы, шындықты айтқан адамдардың шеттетілуі. Автор зиялы қауымның ауыр жолын көрсетеді. Екіншісі, ол тіл мәселесі. Шығармада қазақ тілінің кеңестік кезеңіне шектелуі, ғылым мен ресми салаларда қолданылмауы мәселесі өткір көтеріледі. Бұл бүгінгі күнге дейін өзекті ұлттық проблема. Ал үшіншісі, ол жер және тарихи әділетсіздіктің мәселесі. Автор ұлттық территорияның қысқаруы, қазақ жерінің бөлінуі, тарих атауларының өзгеруі секілді мәселелерге назар аударады. Төртіншісін айта келсек, ол билік пен ғылым арасындағы қайшылық. Партия идеологиясы ғылымға жоғарыдағы араласу, тыңдаушы емес бұйырушы басшылар болады. Ғылымға саясаттың араласуы шығарманың аса маңызды проблемасы болып келеді. Ал енді ең бастысы адамгершілік пен ар-намыс. Академик бейнесі арқылы автор әр намыс, адалдық, шыншылдық мәселелерін алға тартады. Моральдық құндылықты алдыға қояды. Ұлттық рухтың негізі екенін айтады. Ал енді ең соңғысы, алтыншысын айта келсек, ол ұлттық бірлік пен рухани жаңғыру. Шығармада халықтың оянуы, санының жаңаруы, ұлттық рухтың күшеюі жасырын түрде үлкен тақырып ретінде көрінеді. Осы барлық айтылған мәселелерді қорытындылай келе, шығарманың негізгі идеясы ұлтқа адал қызмет ету, шындықты қорғау, білім мен әділдікті жоғары қою. Қабдеш Жұмаділов осы туынды арқылы ұлттық сананы оятуды, тарихтан сабақ алуды, қазіргі ұрпаққа әділдікке тәрбиелеуді мақсат етеді. Ал енді төртінші сұрақты айта келсек, шығармада қандай салт дәстүрлер мен рәсімдер сипатталады? Қабдеш Жұмаділов қазақтың ұлттық болмысына терең үңіліп жазатын жазушы. Академиктің көз жасы туындысында да қазақ халқының өміріне тән салт дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, ұлттық мәдениет көріністері кеңінен айтылады. Шығарма толықтай салт дәстүрге арналмағандығымен, автор кейіпкерлердің өткен өмірі мен тәрбиесі арқылы ұлттық дүниетаным көрсететін дәстүрлі эпизодтары бар еді. Шығармадағы көріністе тапқан негізгі салт дәстүрлерді айта келсек, ол бата беру. Академиктің өмір жолында үлкендердің батасын алып, ата-ананың ақ тілегін ерекше мәнге ие салған. Екіншісі, ол қонақ жайлық салты. Қандай қиыншылық болмаса да қазақтар бір-біріне қонақ жайған кездерді де көрсеткен. Туыстық қатынастармен және үлкендерді құрметтеу моменттерінде де көрсеткен. Жер мен ата қонысты қадірлеу. Оның өзі Қаныш Сәтпаев өзінің жерін қадірлеп, көптеген кен орындар ашып, Сталинге хат жазғанда кездері болған. Және де ас беру, еске алу дәстүрі. Ол бірінші бөлімнен де айтылған дәстүр еді. Қалай Қаныш Сәтпаев өзіне ата-анасына ас берген жайлы айтылған. Ең маңыздысы, бұл шығарманың басты ерекшелігі салт дәстүрді тікелей баяндап қана қоймай, кейіпкерлердің мінезі, дүниетанымын, өмірге көзқарасы арқылы қазақ болмысын терең көрсетеді. Шығарманы оқығаннан кейін алған танымдық жаңалықтарым. Біріншіден, ол кеңес дәуіріндегі қазақ ғалымдарының шынайы тағдыры туралы білдім. Шығарма ғылым жолында өте ауыр болған ғалымдардың партия бақылауында өмір сүргенін, шындықты айтқандары үшін көп қысым көргенін түсіндіре кетеді. Бұрын тарихта ғана білсем, кітапта бұл ахуалды адамның жан дүниесі арқылы көрдім. Ғылымның дамуы тек біліммен емес, ерік-жігермен, адалдықпен байланыстыратын екенін ұқтым. Академиктің бейнесі арқылы, адалдық пен принциптердің негізі, нағыз ғылымның басты қасиеті екенін түсіндім.
Ұлттық мүддені қорғаудың маңызын терең сезіндім. Тіл, жер, мәдениет халықтың тамыры екені, оны қорғау әр қазақтың міндеті екенін білдім. Академиктің осы жолдағы күресі маған үлкен ой салды. Қазақ зиялыларының ішкі мәдениеті мен адамгершілігі биіктігі туралы жаңаша көзқарас қалыптасты. Олар үшін атақ емес, халыққа қызмет ету басты құндылық. Бұл бүгінгі ұрпаққа үлгі болсын деген ниеті бар еді. Қазақтың салт-дәстүрлерінің рухани маңызы айқындалады. Бата беру, қонақ күту, үлкенді сыйлау, туыстық қарым-қатынас қазақ болмысының өзегі екенін түсіндім. Шындық үшін күресу ең қиын, бірақ ең бағалы жол екенін ұқтым. Академиктің көз жасы әлсіздіктің белгісі емес, әділетсіздікке қарсы тұрған адамның жан күйзелісі. Бұл маған батылдық пен табандылықтың маңызын көрсетті. Ал енді 6-шы сұрақты талдай келсек, өзіңе ұнаған 2-3 үзіндіні айту. Мен өзім 3 үзінді таңдадым. Бірінші үзіндіні айта келсек, ол бірінші бөлімдегі Қаныштың әкесі Имантай би жан баласына жамандық ойламайтын, ешкімге қылдам қиянаты жоқ көпшіл адамның бірі еді. Сол кісі жасы 80-нен асқанда қолындағы бар малын тартып алумен тынбай, үлкен ұлы Ғазиз екеуін жауапқа тартып, аудан орталығына жаяу айдап барған ғой. Биді аудап орталығының қамайды да Ғазизді одан әрі кереку асырып әкетеді. Бірақ Имантай ақсақал осы сапардан қайтпайды. Арада бір апта өтпей түрмеде қайтыс болады. Сөйтіп ол кісіге өз ұлдарының топырақ бұйырмай, туыстары әрен дегенде ауылға әкеліп жерлейді. Өлер алдындағы әкесі қасындағы ел адамдарына 2 ауыз ғана өсиет айтыпты. Біріншісі ол өзінің сүйікті әйелі Алиманың қасына қоюды тапсырған. Ал екіншісі Қанышқа хабар айтпай қойыңдар. Ол әзірше мынандай қағынған елге жоламай өз кәсібінде жүре берсін депті. Әрине, әке қазасы Қанышқа оңай тиген жоқ. Оның үстіне қазір Сатпаев әулетінде 3 бірдей азамат абықтыда жатыр. Әбекей, Әбдікәрім және Ғазиз ағасы. Ал енді екінші үзіндіні айта келсек, ол дәл қазір сізге Мәскеуге бара тұрғаныңыз жөн шығар дедім, себебін толық айтпай. Депутаттық куәлігіңізді беріңіз. Мен ертеңге Таиса Алексеевна екеуіңізге пойызға билет алып қояйын дедім. Одан ары сыр шашпауға бекініп. Мен түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Ертеңінде вокзалға барып Сатпаевтарды аман тұрғанын көргенде ғана жүрегім орнына түсті. Мен дереу жетіп бардым да сөйлесіп те жатпай, тең киген 2 үлкен шамаданын ішке кіргіздім. Бұл кісілерді менен басқа шығарып салған бір жан жоқ. Таныс білістер де көрінбейді. Купеге орналасқан соң қоштасарда Қаныш Имантайұлы мен 2 иығымнан бірде қапсыра ұстап үнсіз тұрып қалды. Не айтқысы келді екен? 2 көзінен жас парлап тұр. Тіпті соны жасырғысы да келмейтін сияқты. Ал мен біраз жыл дәмдеп болған бастығымды Мәскеуге аман аттандырғаныма қуандым. Иә, академиктің көз жасы бұл әлемге сирек кездесетін құбылыс. Сөйтіп, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ СССР ғалымы, академиканың толық мүшесі, әрі президенті, КСРО ғылым академиясының толық мүшесі, Қазақ СССР ғылымына еңбек сіңірген қайраткер, КСРО мемлекеттік және Лениндік сыйлықтарының лауреаты, КССР жоғарғы советтік және КСРО жоғарғы советтік депутаты, 2 мәрте Ленин орденінің. Жалпы Қаныш Имантайұлы өмірінде ақыры дейін Ленин орденін 4 рет алған. Егері Қаныш Имантайұлы Сатпаев. Ал енді үшінші ең соңғы үзіндіні айта келсек, ол ең соңғы бетіндегі академик Сатпаев 1964 жылы 31 қаңтарда Мәскеуде операция үстелінде қайтыс болып, 3 ақпан күні Алматыда жерленді. Жерленген ұлы ғалымның тәні ғана, ал жаны бейіштің төрінен орын алған. Бірақ академиктің аты өшкен жоқ. Оның аты бұл күнде Сатпаев қаласы, Сатпаев көшесі, Сатпаев университеті, Сатпаев мектебіне айналған. Өз көшесінің бойында, өз университеттің алдында қоладан құйылған Сатпаев ескерткіші тұр, көкке бойы созып. Тек ұлы ғұламаның бір ғана ескерткіші қол жетпес биікте жүр.
ол ғарышта күн системасы шіркі көбелек айналған Сәтбаев ғаламшары 2015 қаңтарда. Осылай Қаныш Сәтбаев туралы жазылған.